Пайдалы қасиеттердің арқасында лимон бүкіл әлемге танымал болды. Біздің ағзамыз мұндай жемістерді қажет етеді, бірақ оны пайдаланудың шегі бар. Өйткені шамадан тыс қолданған жағдайда организмге кері әсерін тигізуі мүмкін. Лимон қандай ауруға шалдықсаңыз да көмектесетін жеміс түрі. Өйткені оның құрамында дәрумендер, пайдалы элементтер көптеп кездеседі. Тамағыңыз, ішіңіз, тіпті бауырыңыз ауырса да лимонды еске алыңыз. Пайдасы қандай? Лимонның құрамында аскорбин қышқылы көп мөлшерде болғандықтан ол қартаюды баяулатады, онкологиялық аурулардың дамуына кедергі жасайды, холестеринді ағзадан шығарады және денеге қуат береді. Суық тиюдің немесе тұмаудың алдын алу үшін қолданылады. Құрамындағы дәрумендер иммунитетті нығайтады. Нәтижесінде адамның ағзасы аурумен тиімді күресе алады. Сондай-ақ оның көмегімен дене температурасын төмендетуге болады. Лимонның шырыны стресске қарсы тұра алатын құрал. Оның көмегімен көңіл күйді көтеруге болады. Лимон асқазанға пайдалы. Ол ішекті тазартады, токсиндерді шығарады және зиянды бактерияларды жояды. Лимон шырының косметологияда кеңінен қолданылады. Оның негізінде көптеген маскалар жасалады. Макро және микроэлементтердің арқасында май бездері қалыпқа келтіреді, терінің ылғалдылығы сақталады, безеуді кетіреді және әжім мен қартаюдың алғашқы белгілерімен белсенді күреседі. Егер ангинаның алғашқы белгілері байқалса, тамақты лимон шырынымен шаюды ұсынылады. Бұл процедураны әр 3 сағат сайын қайталауға кеңес беріледі. Құрамындағы калий қан қысымының нормаға әкеледі және миды нәрлендіріп отырады. Сонымен қатар сүйектерді кальцийді сақтайды. Бұл цитрус жемісін аллергияға бейім адамдарға, жүкті және емізетін әйелдерге, кішкентай балаларға және бүйрек ауыратын адамдарға жеуге болмайды. Өте қышқыл болғандықтан асқазанда тітіркендіреді. Сол себептен ұйқы безінің қызметінің бұзылуы, ұлтабардың ойық жарасы және энтерит ауруларының пайда болуы мүмкін. Лимон көптеген емдік қасиеттері бар пайдалы жеміс. Оны тек дұрыс пайдалана білу керек.